Сәлем достар, бүгін біз қол жетімді заттардан тез әрі оңай дайындалатын тойымды салат әзірлейтін боламыз. Яғни 4 заттан ғана әзірленетін салат. Бейнеде көрсетілген қызылша салаты менің YouTube арнамда бар, яғни Iconi Food деп терсеңіз, міндетті түрде алдыңыздан шығады. Ал қазіргі дайындайтын салатқа бізге небәрі 4-ақ зат қажет. Ең бірінші жұмыртқаны қайнатып алып, осылай 4 қылып тураймыз. Тұздалған қиярды, сосын піскен тауық етін, яғни осы 3 сатты 4 қылып турап, ыдысымызға барлығын саламыз. Оның үстіне дайын тұрған горохты саламыз. Әркім өзінің қалауы бойынша, яғни татымына қарай тұз бен майонезді салып, осы 4 затты бір-бірімен араластырамыз. Небәрі 4 заттан жасалынған біздің салатымыз дайын. Әркім өзінің қалауы бойынша әсемдеп, көркемдеуіне болады. Мен сыр мен укропты алуды жөн көрдім. Осылай заттың бәрін араластырып болғаннан кейін мен оны шариктедім. Яғни салатты шариктеп алып, укропты, туралған укроптың үстіне аунатып, жасыл түске айналдырдым. Дәл солай сырды да үккіштен өткізіп, салатты шариктеп алып, сырдың үстіне аунаттым. Яғни бейнеде көріп тұрғандарыңыздай осындай әдемі шариктер шықты. Яғни бұл адамның өзіне байланысты. Қалай әсемдеп берсеңіз де өз еркіңізде, бірақ дәмі деген керемет болып шығады. Осылай жасылдан 3, сырдан 3 қылып жасап шықтым. Сосын ортасына қалған салатты қойдым. Одан қалған салатты осылай кесеге салып, тарелкеге төңкеріп, үстіне сыр мен укропты қойып әсемдедім. Осымен біздің 4 заттан тұратын салатымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіз.